Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі 9-шы дәріс коррозияға қарсы электрохимиялық қорғау әдістері. Кәсіпшілік жұмысшы орта кешендерінің құрал жабдықтарының коррозиясын қарастыратын боламыз, және дәрістің жоспары бұл кәсіпшілік жабдықтар, екінші құбырлар мен резервуарлардың электрохимиялық қорғанысын қарастыратын боламыз. Кәсіпшілік жұмысшы орта кешендерінің құрал жабдықтарының коррозиясына тоқтала кетсек, бұл мұнай әртүрлі күкіртті сутекті және күкіртті сутекті емес компоненттерінің қоспасы, спирттер, фенолдар, күкірт қоспалары, оттек және тағы басқалар жатады. Егер шекті және шектеусіз күкірт сутегі металдарға инертті болса, күкірт сутекті емес компоненттер металдарымен химиялық реакцияға түседі. Әсіресе күкіртті қоспалар қауіпті. Қарапайым күкірт, сутекті күкірт, меркаптандар, осылар құбырлардың ішкі бетінің коррозиялық бұзылуын 3%-дан 20%-ға дейінгі жағдай себепші болады. Мұнайдың күкіртті қосындары мұнай өнімдерін өңдегенде оған қосылып кетеді. Құбырлардың катодтық коррозиясы. Катодтық коррозияға тоқтала кетсек, тәжірибеде көрсеткендей, тіпті мұқият істелінген оқшаулағыш жабынды үрдісте пайдалану кезінде туғызады. Диэлектриктік қасиетін, суға төзімділігін, адгезиясын жоғалтады. Изоляцияның төгіндісінде құбырлардағы траншеяда бұзылулары кездеседі. Температураның ауысуында өсімдіктердің тамыры әсер етеді. Сонымен қатар құбырдың бетінде тексергенде байқалмаған зақымдалған жерлер болуы мүмкін. Демек, изоляциялық жабулар құбырларды жерасты коррозиядан толық қорғау туралы кепілдік берілмейді. Осыған сүйене отырып, құбырларды жерасты коррозиясынан тәуелсіз қорғау, коррозиялық функттың және ауданның активтілігі олардың төсемі кешенді іске жүзеге асады. Қорғаушы қабатпен жабу және электрохимиялық қорғау керек болады. Электрохимиялық қорғау құбырлардың катодтық поляризациясымен іске асады. Егер катодтық поляризация сыртқы тұрақты ток көзі арқылы өндірілсе, ол катодтық қорғау деп аталады. Егер поляризация қорғайтын құбырымыз металға қосу арқылы іске асса, теріс кернеу көп болса, ол қорғау протекторлық деп аталады. Катодты қорғау әрекетінің принциптері. Катодты қорғаудың принциптік сызба нұсқасы бұл көрсетілген схемада. Катодты қорғау станциясының тұрақты ток көзі түзеткіш арқылы айналмалы ток трасса бойынан түсетін трансформаторлық пункт екі арқылы келеді, тұрақты токқа айналады. Теріс полюс көзі сым арқылы қорғайтын құбырға жалғасады, ал оң полюс жерге қосылатын анодқа 5-ке жалғасады. Тоқты көз қосқанда электр желісі топырақ электролит арқылы тұйықталады. Катодтардың қорғаушыларының әрекетінің механизмі электролиз үрдісіне ұқсайды. Электр өрісінің әсерінен жартылай бос валентті электрондар анодтық жерге қосылуы ток көзі қорғайтын ғимарат бағытында қозғала бастайды. Анодтық жерге қосылу металлының атомдары электрондарын жоғалтып, ион атом түрінде электролит ерітіндісіне ауысып, анодтық жерге қосылуы бөлінеді. Катодты қорғау әрекетінің принциптеріне тоқтала кетсек, бұл ион атомдар гидраттеуге ұшырап, ерітіндісінде тереңге кетеді. Қорғайтын ғимарат жұмысы салдарында тұрақты ток көзі байқалу әсерінен бос электрондар көбейіп, катодқа сай оттекті сутекті деполяризация реакциясының ағуы үшін жағдай жасалады. Тәжірибе көрсеткендей, болатты ғимараттарда минималды қорғаушы потенциал құмды, сазды жерге төселген жаңағы 0,72-0,1 ваттқа тең
дейін өзгереді. Бұл жаңа мысалы мыс сульфатты электродпен салыстырғанда егер потенциал жаңа 0,185 ваттқа тең болса, онда жер асты болат ғимараттары 80-90%-ға қорғалады. Бұл шама минималды қорғайтын потенциал үшін алынған. Оны қорғаныс ғимаратымен қолдап тұру керек. Жабдықтарды ішкі коррозиядан қорғаудың негізгі бағыттарына тоқтала кетсек, бұл біріншісі коррозияға төзімді легирленген болаттардың қолданылуы. Екіншісі ол қорғауға жарамды металға орналастырылатын металды және бейметалды жабындар көмегімен қорғау. Үшіншісі бұл құрал жабдықтардың құрылғылары мен өндіру технологиясын өзгерту. Төртіншісі коррозияның ингибиторлары және әртүрлі нейтралды изоляторларды қолдану. Бесіншісі электрохимиялық қорғау тәсілдерін қолдану. Коррозиялық қорғаудың тәсілі нақты жағдайларға және экономикалық тиімділігіне қарай таңдалады. Айтылған тәсілдердің комбинациясы да болуы мүмкін. Мысалы, легирленген болаттың бір мезгілді ингибиторлардың енгізумен бірге қолдану. Легирленген болаттың қолданылуы бұл бүгінгі таңда мұнай, газ және газ конденсатты ұңғымалардың жабдықтары үшін көміртекті болатты қолданады. Бұл сораптық компрессорлы құбырларды дайындау үшін болат фланец пен бекіткіш үшін болат, орауыш, крестовик, тығыздатқыш сақиналар үшін қолданылады. Терең ұңғымаларда ең үлкен жүктеме қызметін атқаратын құбырлардың жоғарғы бөлігі басқа құбырлық болаттарға қарағанда ең үлкен механикалық төзімділікке ие. Болаттың механикалық қасиеттерге сәйкес бұл болаттар негізгі техникалық талаптарды қанағаттандырса, онда коррозиялық төзімділік бойынша олар аз төзімді және төмен төзімді топқа жатады. Көмір қышқылды коррозия 5-6 жылға дейін жылдамдықпен тоттанады. Суретте көрсетілген легирленген болат құбыры жылына 5-6 мм жылдамдықпен тоттанады. Бүгінгі дәріс сонымен тәмам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.